Қайырлы күн достар, бүгін біркелкі болып шығатын лагманның қамырын жасаймыз. Ыдысқа 2 алақанның көмегімен ұнды саламыз. Бізге таразы қажет емес, отбасыңызда адам санына байланысты мөлшерін көбейте бересіздер. Мен 4 порцияға арнап салдым. Артынша салқын суға тұз араластырып қамыр илейміз. Негізі суды да мен көз мөлшермен шамалап құямын. Алғаш лагман қамырын жасаушыларға түсінікті болу үшін суды граммен өлшеп алдым. Шамамен 250-350 грамм су құясыздар. Суды бірден құюға болмайды. Біртіндеп илеген қамырда еш құрғақ жер қалмайтындай аздап суды құйып отырасыздар. Егер қамырда құрғақ жерлері болса, видеода көрсетілгендей суды себелеп жіберсеңіздер болады. Негізі лагман қамыры қатты болған дұрыс, ешқашанда жұмсақ қамыр илемеңіздер. Мен орташа қаттылықта иледім. Жасай келе қамырды сезіп, өзіңізге ыңғайлы қаттылықта илейтін боласыздар. Қамырды үстел бетіне орналастырып, шамамен 10 минут иіні қанғанша қамырды жақсылап тұрып илейміз. Мінекей бірінші этапта иленген қамырда енді 40 минутқа демалдырамыз. 40 минут өтті, қамыр біршама жұмсарды, көріп отырғандарыңыздай. Енді бұны тағы да 3 минут, 5 минут аралығында күшімізді салып, жақсылап илейміз. Екінші этаптағы қамырымызды енді тағы да 20 минутқа демалдырамыз. 20 минут өткен соң оқтаудың көмегімен қамырды жаямыз, ешқандай ұн сеппейміз. Жайылған қамырымыздың қалыңдығы шамамен 1 сантиметр. Енді осыны пышақтың көмегімен кесеміз. Шамамен 1,5-2 сантиметр ара қашықтықта кесіп аламыз, ұзыншалап. Енді пакетке орналастырып майлаймыз. Міндетті түрде майлаңыздар, жан-жағын бір-біріне жабысып қалмауы керек.
Мінекей жандарын, үстін астын барлығын жақсылап тұрып майлаймыз. Пакеттің бетін жауып, тағы да 15 минутқа демалдырамыз. Он 15 минут өтті, біраз тынды біздің қамыр. Енді қамырды қолымыздың көмегімен видеода көрсетілгендей қатты жұқа қылмаймыз, дөңгелетіп айналдырып шығамыз. Қамырды осындай тарелкаға орналастырып, астын міндетті түрде майлаймыз. Жайылған қамырды мінекей видеодағыдай орап, спираль тәрізді орап шығамыз. Майды тым қатты шылқытып жағып жүрмеңіздер. Кейін біз бұл қамыр тағы да демалғаннан кейін шамамен 10 минут демалады. Жайылған кезде бізге оңайырақ болу үшін, егер стол бетіне қамырларыңыз жаңағыдай созылмай жатса, онда ағаш тақтайшаның үстіне созсаңыздар болады. Ең бірінші салынған қамырды алып, видеода көрсетілгендей әдіспен созып шығамыз. Бізде қамыр өте жайлы, созуға өте ыңғайлы формада тұр. Негізі екі әдіс бар. Біріншісі көрсетілді, және екінші әдіс ол екі саусақтың, бас бармақ және сұқ саусақтың көмегімен тарту арқылы созсаңыздар болады. Маған осы бірінші әдіс ұнайды. Сол қолмен қамырды ұстап тұрсақ, екінші оң қолымызбен үйкелеу арқылы созамыз. Қамыр өз формасын жақсы ұстап тұр. Осылай созылу барысында менде тек 2 рет қана үзілді. Бастапқы, егер бірінші рет жайып тұрған болсаңыз, қамырды созып тұрған болсаңыз, сізде тәжірибе аз болғандықтан көбірек үзілуі мүмкін. Яғни көп қамырды созу арқылы сізде тәжірибеде көп болады, және сіз қамырды сезетін боласыз. Қамыр өте жеңіл болып тұр. Өзіме сондай жайлы болып созылып жатыр. Лагманның қамырын созу негізінде өте жеңіл процесс емес, біраз шыдамдылық, төзімділік қажет. Барлық нюанстарын ескерсеңіздер, сіздерде де жақсы қамыр шығатын болады. Созылып болған лагман қамырын енді екі қолымызға жинап ұрғылайтын боламыз. Видеода көрсетілгендей үстелдің үстіне бірнеше мәрте қайталап ұрғылаймыз. Созылып болған лагманның қамырын 4-5 данадан жинап алып суға салмаңыздар, себебі ол өз формасын жоғалтуы мүмкін, немесе кеуіп кетеді. Мен біреуін созып, кейін бірден ыстық қайнаған суға салып жіберемін. Қамырды пісіріп алу үшін 4 минут жеткілікті, себебі бізде тез пісіп қалады лагманның қамыры. Суға салынған қамырды жақсылап араластырып жіберіңіздер. Неге біркелкі әдемі болып шықты. Енді қамырымызды сүзіп аламыз. Міндетті түрде салқын суға бір батырып аласыздар да тарелкаға орналастырасыздар. Майлап жүрсеңіздер болады. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Сау саламатта болыңыздар.